Өлімді естеген ибадат. Өлім өзі ақиқат. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам динін қараңыз, өлімді сіз естесеңіз, ерте келбейді. Күн сайын естесеңіз, бүгін келіп қалбайды. Өлімді ұмытып, есіңізден шығарып қойсаңыз, сізді ұмытпайды. Ал кешікпейді. Ерте дағы келбейді, кешігіп дағы келбейді. Өз ұшырында келеді. Адашып дағы келбейді. Өзіне келеді. Кімге Алла шешім шығарса, өзіне келеді. Өлімді естегеннің бір пайдасы қандай болды? Нәпсіні жеңе алабыз. Нәпсіні сындыра алабыз. Өлімді естегенде ибадатқа бекем болабыз. Тобаға бекем болабыз. Арам нәрселер таштаған жеңіл болады. Қачан біз өлімді естесек, пайғамбарымыз бекер айтқан жоқ. Ошон үчүн айтат, кимге насаат керек болса, мага насаат айтып коюңузчу. Мага бир насаат берип коюңузчу. Мага бир насаат. Пайгамбарыбыз не деп атат? Ай, насаатка өлүм жетишти. Насаатка өлүм жетишти. Өлүмдөн өткөн насаат жок. Ошон үчүн муту кобилан тамуту дейт сахабалардын сөздөрүнөн. Өлгөндөн мурда бир жолу өлүп көрүңүз. Өзүңүздү өлүктөрдүн катарына бир эсептеп көрүңүз. Кандай болот эле депчи. Ошондон биз тилибизди тыя алабыз, жүрөгүбүздү тыя алабыз, алкымыбызды тыя алабыз, арам нерселерден сактаныш жеңил болот, ибадаттарга күч кубат болот.